әкенің баласына берген өмірлік өсиеті. Күндердің күнінде өмірде ешқандай таршылық көрмеген дәулетті отбасынан шыққан жігіт жоғарғы оқу орнын үздік бітіреді. Ол дипломын құшақтап әкесіне келіп сүйіншісін сұрайды. Әкесі өз кезегінде қатты қуанып баласын құшақтап алады. Сосын сүйіншісіне сыйлық берейін деп баласын көлік тұрағына алып барады. Онда өзінің жас кезінде мінген ескі көлігінің кілтін баласының қолына ұстатады да: "Балам, бұл мен сен секілді ер жетіп, өмірге жаңа қадам басқан кезінде мінген көлігім. Енді бұл көлікті тізгіндейтін сенің уақытың келді" деп арқасынан қағады. Баласы шаң басқан ескі көлікті көріп, қатты қуанбағаны түрінен белгіледі. Әкесі қанша дәулетті болса да, мұндай көліктің кілтін табыстағанына түсінбей қалады. Баласының мұндай түрін көрген әкесі сөзін жалғастырып: "Иә балам, бұл сен ойлағандай жаңа көлік емес. Түсінем. Бірақ сен қандай да бір шешімге келмес бұрын мен саған бірдеңе айтайын. Ертең таңертең бұл көлікке мініп, қаладағы көлік базарына алып бар. Алдымен сондағы адамдар бұл көлікке қанша ақша беретінін біл" дейді. Баласы әкесінің айтқанын орындап, таңертең көлікті базарға алып барады. Онда адамдар көлікті небәрі 100 мың теңгеге бағалайды. Олардың айтуынша көлік өте ескі, ешкімге аса қажеті жоқ болып шығады. Мұны естіген әкесі: "Жарайды, ендеше ұсталған көлікті сатумен айналысатын салонға бар. Мүмкін олар жоғары бағалайтын шығар" дейді. Баласы ол жерге де барып, көп ұзамай тез оралады. Онда ескі көліктің ақысы ретінде небәрі 200 мың теңге сұрайды. Сосын әкесі: "Олай болса, сен бұл көлікті өте сирек кездесетін көліктер салонына алып бар. Мүмкін сол жерде жақсы баға ұсынатын шығар" дейді. Баласы дереу көлікті сол жерге алып барады. Содан кешкісін үйге келген бала әкесіне: "Әкешім, сіз айтқан жерге бардым. Онда тек сирек кездесетін көліктер сатылады екен. Менің көлігімді көріп барлығы дереу жабыса кетті. Бұл жолы көлікті өте жақсы бағалады. Тіпті әркім әртүрлі миллиондаған баға ұсынып жатты" деп аузын толтырып әңгімесін айтады. Мұны тыңдап болған соң әкесі баласына қарап күлімсіреп: "Балам, бүгін мен жай ғана сен үшін өмірлік сабақ бергім келді. Сен оқуды бітіріп, жаңа өмірге қадам басқалы жатырсың. Өмір сен ойлағандай керемет болып көріне бермейді. Әрбір жүрген жолдарыңда қыртысты тұстары да көп болады. Соған іштей дайын болуың керек. Мына ескі көлік секілді өмір де солай. Адамдар сені әртүрлі жерде әртүрлі бағалайтын болады. Егер сені біреулер төмен бағалайтын болса, онда ондайға ренжудің қажеті жоқ. Өйткені бұл сенің әлі де болса өз орныңды таппағаныңды білдіреді. Өмір сондай сынаққа толы құбылыстардан тұрады. Не болса да сағың сынбай, тек алға ұмтылу керек. Сол кезде ғана сенің бойыңдағы біліміңді, қалыптасқан адами қасиетіңді жоғары бағалайтын жерді міндетті түрде табатын боласың" деген екен.